Қазақстан, Ресей, Беларусь елдері арасындағы Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісім жаһандық саясатшылардың бағалауынша дамудың жаңа динамикасы болып табылады. Еліміздің экономикалық даму тарихындағы маңызды оқиға Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімге қол қоюға байланысты өткен конференцияға Тараз мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамы қатысып, өз ойларын ортаға салды. Жалпы біз үшін, қарапайым халық үшін бұл құжаттың берері өте көп. Мысалы, ең алдымен енді қазір елбасы соңғы жылдары әсіресе биылғы Қазақстан халқына Қазақстан 2050 стратегиясына шағын және орта бизнестің дамуына аса назар аударды. Себебі Қазақстан Республикасы ол тек қана шикізаттарды сыртқа шығаратын, енді орысша айтқан кезде сырьевой придаток деуші еді ғой бұрын, ондай мемлекет емес. Қазақстан сол шикізаттан өнімді шығарып, сол шетелге экспортқа шығаратын мемлекетке айналу керек. Жаңа тарихи және геосаяси жағдайда бір-бірімен ынтымақтастық келісімді дамытуға алға қойған үш мемлекет үшін де бұл одақтың құрылуы тиімді. Аталған келісімшарт үш елдің экономикасына, әсіресе көлік, энергетика, өнеркәсіп салаларының дамуына және шынайы бәсекелестікті дамытуға үлкен ықпалын тигізеді дейді экономика ғылымдарының докторы профессор Ануарбек Аймен. Бәр өндірістік сала енді өзінің өнімін бәсекелеге қабілетті жоғары сапалы жасауға тырысады. Себебі Ресейде де, Беларусьта да жалпы біздің шығып отқан өнімдер, тауарлардың бәрі бар. Одан кейін жалпы ел арасында айырмасу, содан кейін ел арасында инвестиция тарту, бұл да бір үлкен әсер етеді. Енді айту керек, әрине, қазіргі жағдайда көп азаматтар осы Еуразиялық экономикалық одақтың ары қарай қалай болатынын жөнді түсінбей келе жатыр. Жалпы одан қорқудың керегі жоқ деп біз ойлаймыз. Үш мемлекет Еуразиялық экономикалық одақты стратегиялық әріптестік пен достықты нығайту бойынша бірқатар жұмыстар жүргізуде. Бұл экономикалық интеграция әр мемлекеттің мүмкіндігін күшейтеді және жаңа серпін береді. Одақ әлемдік қоғамдастықпен барынша табысты ынтымақтасу жолында үлкен мақсаттар алға қойып отыр. Данияр Асқарұлы, Ержан Құдияров, жаңалықтар қызметі.